вирус қаптап тұрған кезде балапандарымыздың иммунитетін көтеретін жасалу жолы өте оңай және де тез дайын болатын пирогты бірге дайындап көрейік. Үлкен кішіге бірдей ұнайтындай өте дәмді болып шығады. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Барлық керекті ингредиенттерді описание бөлімінен табыласыздар және де жасалу жолын толығымен сол жақта жазып қалдыратын боламын. Бұл пирогтың ерекшелігі құрамына сәбіз қосып жасалатын болады. Білесіздер, сәбіз өте пайдалы. Ежелде сәбіздің көмегімен адамдардың тыныс жолдарын, жүрек және де бауырды емдеген. Және де құрамында А дәрумендері бар. А дәрумені балапандарымыздың бойын өсіреді, көру қабілеті мен теріні жақсартуға ықпал етеді. Пирогымыз одан әрі пайдалы және де балдарымыздың есте сақтау қабілетіне ықпал етуін қаласаңыздар, осылай мен сияқты жанға қосып дайындасаңыздар да болады. Бұл пирог үлкен кішіге бірдей ұнайтындай дәмі тіл үйіретін, дастарханыңыздың сәнін келтіретін болып шығады. Бетіне креммен бірге ұсынсаңыздар, одан әрі өте дәмді болады. Бұл кремнің де рецептін описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Жай ғана сливки және де сахарный пудрымен жасалады. Міндетті түрде менімен бірге дайындап көріңіздер. Рецепт ұнап жатса лайк басып, өз ойларыңызды комментарийде жазуды ұмытпаңыздар. Рецепті жоғалтып алмас үшін міндетті түрде маған тіркеліп алыңыздар. Ал YouTube каналыма басты бетте көк сілтеме арқылы өте аласыздар.